Белгілі ақын Жамбыл облыстық Ақжол газетінің бас редакторы Хамит Исаманның «Сағыныш» атты жыр кеші өтті. Шығармашылық кеште жазушының «Фәни құбылыс» кітабының тұсауы кесілді. Жыр кешінде кітаптың тұсаукесерімен қатар ақынның өлеңдерінен поэтикалық композициялық көрініс көрермен назарына ұсынылды. Ал аймақ басшысы Ербол Қарашөкеев ақынға шығармашылық табыс тілеп, өңірде қаламгерлерді қолдау шаралары жалғаса беретінін жеткізді. Киелі Әулиеата өңіріне тарихы терең, Қараз жеріне қош келдіңіздер. Бүгін біз ақын бауырымыз Хамит Исаманның «Сағыныш» атты поэзия кешіне жиналып отырмыз. Осы әдеби кеште біз Хамит ақынның жан дүниесінің айнасы шығармашылығымен жақынырақ танысамыз деп ойлаймын. Ақындардың қаламдарынан қуат, жүздерінен шуақ кетпесін. Кеш барысында белгілі әнші композитор Абирбек Тіналиевтің орындауында Фариза әні шырқалды. Сонымен қатар автордың лирикалық сарындағы өлеңдері оқылып, әуезді әндері шырқалды. Ал Хамит Исаман да өзінің бір қатар өлеңдерін оқыды. Сарғайған сағынышым, сары белім, көңілімді толқыттың тағы менің. Ұялмас қасиетім қоңырлаған, ал бүгін көзімдегі сағым едің. Хамит Исаман әдебиет әлеміне өзіне тән ерекшелігімен келген ақын. Ол 1986 жылы 16 тамызда Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Тереңөзек ауылында дүниеге келген. 2008 жылы Жалын баспасынан Ағаштың бірі, ал 2013 жылы Қараша хаттары атты өлеңдері жарыққа шыққан. Қанат Күзберген, Эльмира Сапар, Мейрамбек Сағынов, Эльдар Түстікбай, 24 News.